أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله حمدا حمدا وشكرا له شكرا شكرا وأصلي وأسلم على خير من خطى على هذا الثراء صلوات الله عليه وسلامه وآله وصحبه بإحسان إلى يوم الدين. Бізді жоқтан бар қылған, бүкіл барлық білетін де білмейтін де, үлкен де кіші де нығметтерді аямай төккен, халқының ішінен таңдап алып өзінің тура жолын көрсеткен, әлемдердің жаратушысы болған Аллах табарака ва тағала сансыз мадақтар, шүкірлер болсын. Адамзатқа ұстаз болған, қараңғылықтан жарыққа сүйреген, адасқандарға тура жолды көрсетіп, сол үшін көз жасында, терінде, қанында арзан көрген, бүкіл халықты көрмесе де сүйіп, үмбетім деп өткен адамзаттың асыл ұстазы пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға салауат сәлемдер болсын. Және сол ұлы кісінің алып келген жолына менің пайғамбарым осы деп ерген, сол кісінің сүннетімен жүрем деген әрбір қияметке дейін келген адамдарға да салауат сәлемдер болсын. Бауырлар, бүгін қасиетті жұма екен. Аллах қадамдарымызға сауаптан жазсын. Біле білген адамға біздің ислам діні үлкен екі негізден тұрады. Біреуі Алланың кітабы Құран, екіншісі сол Алланың елшісінің жолдамасы хадис. Осы екі негізден ұстанған адам адаспайды. Осы екі негізді өзінің өміріне алға қойып, содан насихат алған адам әрдайым тура жол табады. Сол пайғамбарымыздың көрсеткен жолымен жүру әрбір мұсылман, иісі мұсылман адамның мойнындағы міндеті. Ондай болса, бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бүгін бір керемет мінезі жайында айтқым келеді. Ол кісінің жұмсақтығы, ол кісінің кеңдігі жайында айтқым келеді. Ол мінез бізде жоқ деп айтпаймын. Біздің халқымызда даламыз қанша кең болса, даламыз қанша байтақ болса, сонша кеңбіз. Бүкіл ұлттың барлығын жүрегімізге сыйдыртып, соларға пана беріп, соларға демеуде болдық. Бір өзге ұлт егесі келсе, тіпті сол кісіні сыйлағанымыз сонша, сол кісінің тілінде сөйлеуге әрекет жасаймыз. Бұл сол кісілерге деген құрметіміз. Мұндай екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жайында Құран-ы Каримде былай деп айтады: Мұхаммадур Расулуллах валлазина мааху ашиддау алал куффари рухамау байнахум. Мұхаммед Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам. Және оның жанындағылар, яғни сахабалар, дін бұзар адамдарға, дінсіз Алланы танымайтын адамдарға қатты мінезді, ал мұсылмандарға рахымділ болатын дейді. Рахымділдігінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жұмсақтығы жайындағы айтылған сөздер өте көп. Күндердің күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Таиф қаласында
сол елге ислам жеткізем деп дінге шақыру үшін жолға шығады. Бірақ халайықтың ішінде жақсысы бар, жаманы бар. Ол кісінің қадірін жетпейді ол кезде. Бәлки үлкендердің өз саясатын, өзінің тағы менен өзінің атағын қорғағысы келгеніне еріп, пайғамбарымызға қарсы айдап салған сөздерге халық бұрылып кетеді. Пайғамбарымызға сол елдің халқы тас лақтырады. Жанында Зәйд деген асырап алған ұлы сол тасқа қанша пана болам десе де өз денесін көтере алмай құлап жатады. Тас екеуіне де бірдей жауады. Соншалықты тас лақтырғандығы, бұлар қашып бара жатса да арқасынан қуалап жүріп тас лақтырып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аяқ киімдері қанға толған екен дейді. Осындай қылып қуып, осындай қылып балағаттап шығарып салған елге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқашан жаман дұғайы жасаған емес. Оған Жибрил алейхиссалам келіп, мен тау періштелерін алып келдім. Олар саған тас лақтырса, біз олардың үстіне тауды алып барып қоюға жағдайымыз бар. Бұйыр, осы қаланың тағдыры сенің қолыңда дейді. Бірақ қадірлі пайғамбарымыз өзінің кеңдігінен қолын жайып, бұл кісілер менің пайғамбар екенімді білмеді. Сондықтан Алла Құдай бұларды кешірсін. Және сол кісілердің ұрпақтарынан дінімізге қуат болатын адамдарды пайда қылсын деп дұға қылады. Ол айтқан дұғасы орындалады. Бірақ пайғамбарымыздың жұмсақтығын қараңыз. Таспен ұрып, қан далағып шығарып салған халыққа қайырлы дұға қылған кісі. Пайғамбарымыз бір жерде кетіп бара жатқанда арқасынан бір таудан түскен араптың азаматы келіп иығынан тартқаны сонша, ол кісінің үстіне киген ауыр шапандарының жағасы пайғамбарымыздың мойнына батып қызартқан дейді. Сондай қатты қызарып тұрса да пайғамбарымыз ол кісіге күле қарап айта беріңіз дегендігі бар. Ей Мұхаммед, сен әкеңнің малын бөліп жатқан жоқсың. Бәлки жұртқа үлестірген малдарыңды бізге де бер деген сөздеріне пайғамбарымыз күле қарап, мынаған да мал бөліп беріңдер деп жұмсақтық жасаған. Күндердің күні бір кісі пайғамбарымыздың мешітіне келіп, пайғамбардың өзін көріп, сөзін естіп, ол кісіге иман келтіреді. Бірақ таудан түскен кісі болғаннан кейін мәдениет те жоқ, ондай бір қалалы жерлерге бармаған кісі екен. Сол мешітте тұрып теріс қарап дәрет сындырады. Мұны көрген сахабалардың біраз айғайлайды. Мына ісіңіз не болды? Қойыңыз, тоқтаңыз деп. Бірақ пайғамбарымыз оған тимеңдер дейді. Сол кісі өз әжетін өтеген соң әлгі жерге бір шелек су төккізеді да, міне болды, осымен таза болады. Ал бірақ сізге мен айтатын сөзім бар еді, рұқсат болса жаныма келесіз ба деп, о кісіні өзінің жанына тартып, тізесін тізесіне тигізіп отырып, бұл Алланың үйі, бұл ғибадатхана, бұл жерде жақсы сөздер, ғибадат сөздер айтылады, дүние сөздері сөйленбейді, дүние қажеттіліктері орындалмайды бұл жерде дейді. Түсінікті болады, бірақ ауыз сөз. Сонда әлгі кісінің риза болғандығы, я Расулалла, қандай едіңіз деп екі қолын жайып, Аллах сізді де
мені де мейіріміне бөлесін дейді. Бірақ әлгі сахабаларға ренжіген ғой, бірақ мыналар демес дейді. Сонда пайғамбарымыз жымиып, Алланың кең болған мейірімін тарылтып қойдыңыз ғой дейді. Сонда әлгі кісі амал жоқтан қолын жайып, осында отырғанның бәрін Алла тағала рахымына бөлесін дейді. Бұл пайғамбардың мектебі бізді осындай жақсылыққа шақырады. Бани Исраилят хабарларында келеді. Бір кісі өте тақуа кісі екен. Таңнан қара кешке дейін көп құлшылық ететін, түніменен ұйқысын қиып, Алла Құдайға арнап шығатын жандардың бірі екен. Көшеде келе жатқан кезінде күн ыстық болса, Алланың құдіреті о кісінің төбесіне кішкентай ғана бұлыт барып тұрады екен дейді, көлеңкелетіп. Сонда әлгі кісі келе жатып, ең құлшылығы мықты адам екен Бани Исраил қауымында. Сол қауымның ішіндегі ең күнәһар, ең нашар адамға жолығып қапты көшеде. Екеуі бір-бірін көре салып, жүздерін бір-бірінен бұрып, теріс бұрылады. Бірақ қараңыз, кім қалай бұрылды? Әлгі тақуа адам әлгі күнәһар адамнан жиіркеніп бұрылады. Аузу билля, қандай нәжес адам мынау. Бүкіл күнә жасап жүрген, осындай бір арақпаз, осындай бір күнәһар адам ғой деп теріс бұрылады. Ал әлгі күнәһар адам болса, мен мынадай ұлы кісінің алдына шығып қалыппын ғой, бетіне қалай қараймын деп өзін төмен санап бұрылады. Сонда төбесіндегі бұлыт әлгі күнәһар адамның үстіне қарай өтіп кетті дейді. Өйткені Алланың діні махаббат діні. Иә, пайғамбарымыз айтады, өзіңізге сүйген нәрсені өзіңіздің бауырыңызға сүймейінше иманда берік бола алмайсыздар деген сөзі бар пайғамбардың. Бұл дін, бұл діни қағида. Яғни өзіңізге сүйген жылылықты, өзіңізге сүйген мәмілені жұртқа да жасауыңыз керек болады. Бұл сіздің Алланың алдындағы міндеттеріңіздің бірі. Осы әңгімені жалғамастан бұрын ортаға бірнеше мәселеге тоқталып өткім келеді. Бауырлар, қазіргі кезде біліп жүрміз, халықтардың арасында, осы мұсылман халқының, мешіт қауымының арасында әр түрлі діни таластар, келіспеушіліктер бар. Сол келіспеушіліктер шынымен бізді ажыратуға бара алатындай үлкен келіспеушілік пе екен? Соған аздап сіздердің назарларыңызды бөлгім келеді. Біріншіден, фиқ мәселесіне тоқталғым келеді. Себебі біздің қазақ елі бұрыннан бері, ғасырлардан бері ислам дінін ұстанады. Ғасырлардан бері ислам дінінің ішінде сүннит бағытындағы имам Азам Абу Ханифа Алла рахмет қылсын, рахматулла алейх, сондай ұлы кісінің мектебін, фиқх мектебін ұстанады. Фиқх дегеніміз әрбір мұсылманның жүріс тұрысында намаз, ораза, сауда, талақ,
соған ұқсас мәмілелерінің барлығында қатысты болған заңдарды тексеретін ғылым. Яғни сіз намазды қалай оқу керек, оразада қандай ережелер бар, қажылықта қалай барып жасау керек, сауданы исламда қалай жасау керек, үйленгенде қалай болады, ажырасқанда қалай болады деген сияқты бүкіл өмірге керек болған маңызды сауалдардың барлығына осы фиқх ғылымы жауап береді. Бір кісілер айтады, имамдар сол Абу Ханифалардың, сол имамдардың сыртынан ермеңіздер. Олар да адам, олар адасады, адам болғасын. Сол үшін қателеспейтін Құран мен сүннетке ғана ерейік дейді. Бір жағынан қарағанда керемет ұран, бірақ пайғамбарымыздан жеткен бүкіл дүние, яғни осы ислам ғылымдары бізге тура жеткен емес. Ешкім пайғамбардың көзін көріп келіп естіген емес біздің дәуірде. Сол кісілердің еңбегімен жетті бізге. Ұлы имамдардың пейнетімен жетті біздің қазіргі алдымызға сол діндер. Басқаша бір қарапайым тілде түсіндірсем, біздің ислам жолы менен өмір сүруіміз бейне тауға көтерілуіміз сияқты деп біліңіз. Сіз барынша тура жолды тауып, Аллаға жақындаған сайын шың басына шыға бересіз. Ал енді сол шыңның үстіне жеңіл шығуды, дұрыс шығуды көрсететін жолды Құран және оның елшісінің сүннеті деп біліңіз. Ол карта. Яғни сол карта бойынша сіз жоғары көтерілесіз. Егер сол картаға қарамасаңыз, сіз адасасыз. Мүмкін құлап та кетесіз бір жерден. Мүмкін бір жартасқа соғылып та қаласыз. Өйткені қолыңызда карта жоқ. Аллаға алып баратын жол жоқ. Ал имамдар болса, сол картаны бізге түсіндіріп берушілер. Қалай болса оңай мына жерге жетіп алсаңыз, қалайынша оңайрақ мына жерді түсініп алсаңыз деген нәрсені көрсететін ғалымдар. Бүкіл ислам үмметі бұл ғалымдарды аиммату ахлі сүнна уәл жамаа деп таниды. Имамдарды Абу Ханифа, имам Малик, Шафиғи, Ахмад сынды, рахматуллах алейхим, осы кісілердің барлығын дерлік бұл біздің ахлі сүнна уәл жамаа имамдары деп таниды. Солай ма? Бір адам да бұл кісілерді ахлі сүннаның имамдары емес деп айта алмайды. Ондай болса, бұл кісілер қателесті дегенді қайдан алдыңыз? Қате деген сөз қалай түсінесіз? Егер қате дегенді қарапайым жаңылу десеңіз, онда бүкіл пенде жаңылады, қателеседі. Ал дін мәселесіндегі қате екіге бөлінеді. Біреуі діннен шығарып жіберетін қате, біреуі діннің ішінде ешқандайда ауыр қылмыс болмайтын қате. Имамдарымыз діннен шығарып жіберетін қатеге барған емес. Оған барлығымыз куәміз. Ондай болса, бұл кісілерді айыптауға ешқандай сөз жоқ. Және айыптаған адам ар жақ бер жағын ойламаған адам. Тағы сол әңгімелердің біреуі бар. Пайғамбар заманында мазхаб болмаған дейді. Иә, мазхаб болмаған. Бірақ
Бұл ақидаға еру ондай болса, дін жаңалығы болады, бидат дейді. Егер сұраққа осылай жалпы келсек, онда біздің дінімізде тафсир білімі, фиқх білімі, ақида білімі, хадис білімі болмаған. Пайғамбардың өзі хадисін жазуға қарсы болған. Пайғамбарымыз Құранды кітап қып жазбаған. Онда Құран кітабын жағайық. Құранды кітап қып шығаруға болмайды. Оған дәлел Әбу Бәкірдің Омарға қарсы болғандығы. Бір замандарда, Әбу Бәкірдің заманында, бір үлкен дін бұзар кісі шығады, Мұсайлама Кәззаб деген. Сол кісімен соғысқа аттанған жерде мұсылмандардың 1,5 мың қари адам дүние салады мұсылмандардан. 1,5 мың Құран жаттаған қари. Мұны көрген жұрттың барлығы соғыстан қуанып қайтуда. Омар жылап қайтады. Қайтқан бойы үйіне кірмейді. Әбу Бәкірге келеді. Жұрт Әбу Бәкірге келіп сүйіншілеп жатыр, жеңдік деп. Омар жылап кіреді. Ей Әбу Бәкір, егер әр соғыста осылай Құран жаттаған қарилар өле берсе, біздің алдымызда Құран қалмайды. Құранды жаздыр, сақтап қалайық дегенде, Әбу Бәкір орнынан тұрып теріс бұрылады. Бұл пайғамбар жаздырмаған, бүйтіп кітап қып жинамаған, мен де жинамайым дейді. Бірақ заманның талабы деген нәрсе бар екен. Біздің дінімізді сақтау, таза күйінде жеткізу деген талап бар. Таза күйінде. Онда сол таза күйінде жеткізу үшін Құранды кітап қып жинауға тура келді. Дінді таза күйінде жеткізу үшін пайғамбарлардың хадисін жазу керек болды. Бірақ бір замандар келді да, адамдар мына пайғамбардың хадисі де білген сөзді де білмеген сөзді де пайғамбарға қосты. Бірақ Алланың мейірімінің кеңдігін қараңыз. Имам Бұхари сынды ұлы имамдарымызды Алла дүниеге алып келді. Бұл кісілер хадис жинады. Оларды баптап бөліп, хадис кітаптарын шығарды. Имам Бұхари айтады, мен 100 мың сахих хадис білем, 200 мың өтірік хадис білем дейді. Бірақ бүкіл кітабында 6,5 мың хадис жинағы бар. 6,5 мың ғана дана хадис жинаған. 100 мың сахихтың ішінен. Оның ішінде 6,5 мыңының қайталанғанын, астында таалиқ деген заиф хадистерді алып отырсаңыз, 1,5 мыңға жуық хадис болады, бар жоқ. Сонда бүкіл 100 мың хадистен 1,5 мың ғана сахих хадис айтқан адам Бұхари. Яғни сіз бір кітапты оқып алсаңыз, соныменен дін бітті деп ойламаңыз деген келеді. 1,5 мың хадис оқисыз Бұхариден. Сахихы бар, қайталанбағаны бар. Бірақ сол хадистің ішінде ол бүкіл пайғамбар айтқан сөздің бәрі емес қой. Оған басқа да айтылған сөздер бар шығар. Кейбіреулер айтады, имам Бұхаридің хадисі дәрежесі ең жоғары дейді. Оған да таласым бар. Дәрежесі емес, хадистерді таңдау жолының ең қатаңы сол кісінікі. Қатаң жолмен таңдаған. Бірақ хадисінің сәнәді бойынша, цепочкасы бойынша ол мықты емес. Абдуразақ Санаани деген кісінің мәтін кітабы бар. Мәтіні Абдуразақ деп аталады қазір. Хадистерді өткенде естеріңізде болса, цепочкасы бойынша ғалымдарымыз түр-түрге бөледі. Көп хадистер 4-тік және 5-тік болады. Яғни 4 адамнан кейін пайғамбар, 5 адамнан кейін пайғамбар болады. Бірақ 3-тік дегенде хадистер бар екен. 3-тік цепочкамен келген. Оның бағасы жоғары болады.
Себебі пайғамбарға 3 қана адам қалған ба. Бұл осындай кітап, осындай хадистер бүкіл Бұхари кітабында 3-4 ақ. Сахих Муслимда жоқ. Төмендегісін айтпайын. Бірақ Мәтін Абдыразақта 200-ге жуық хадис бар, осындай хадисті. Онда сәнат жағынан қайсысы бағалы дейсіз? Яғни біздің дінде небір үлкен қуатты кітаптар бар. Оның бағаларын, оның дәрежесін әрқайсысы өз жағынан қарай сұлу және пайдалы. Мына ғана дұрыс, қалғанның бұрыс деуі сауатсыздық болады. Адамдар 20 жылдап, 30 жылдап білім тәлім алмай сөз сөйлемейтін. Сол үшін бауырлар айтатыным, егер ақида мәселесінде талас десе, бөліну десе, онда шынымен бұл дұрыс емес болады. Біз әхлі сүнна болғаннан кейін ақиданың ішіндегі талас болуы мүмкін емес нәрсе, болмау керек ол нәрсе. Ал фиқда ол таластарға біз мейіріммен, жұмсақтықпен, түсіністікпен қарауымыз керек. Мазхабтардың арасындағы таластар негізінде ғалымдардың Құран кітабын, пайғамбардың сүннет кітабын түсінуіне байланысты ажырап отырған. Яғни бір ғалым сол Құранның сөздерін араб тілі ережесіне және өзінің алған біліміне сай, заңдылықтар ережеге сай, сол Құранның аятын ортаға қойып заң шығарады. Енді бүкіл ахкам, үкім аяттары Құранда бар жоғы 500 аят қана бар. Бар жоғы 500 аяттан үкім алынады. Бірақ хадисте сан жоқ. Хадисте сан жоқ. Ешкім бар жоғы мынша ғана хадис бар үкім алынатын деп айта алмайды. Бірақ бұл екеуіне терең бойлау үшін барлығымыз білеміз, мұштахид ғалым болуымыз керек ол үшін. Соның өзінде қазіргі кезде, мысалы Рабитатул Аламия деген бүкіл әлемдік ғұламалардың жиналған үлкен лигасы бар. Сол жерде жан жақтың бүкіл әлемнің елінен бір-бір ғалымнан шақыртылып соған мүшелікке отырғызған. Олардың мақсаты халыққа бір ауыздан сол жерге лайықты, сол жергілікті халыққа жеңіл ислам дінінің заңдарын жеткізіп насихаттау болып табылады. Ол жерде ешқашан ғалымдар отырып бір-бірінің жағасын жыртпайды. Болмаса сан мазхабтан келеді сол жерге. Бәлки бірігіп отырып, үкім шығарып, бүкіл ислам үмметіне өзінің бұйрықтарын тарқатады. Менің айтқым келгені, осы кісілердің ережелерінің бірінде айтады. Сауаты төмен, иштихад дәрежесіне жетпеген әрбір адам бір мазхабты ұстануы дұрыс дейді. Жайыз дейді, дұрыс. Себебі ол кісі өзі Құранды ашып, түсініп, содан бұйрық ала алмайды. Ал енді кімде-кім сол Құранның, сүннеттің және мазхабтардың арасындағы сөздерді ажырата алатын дәрежеге жетсе, соның өзінде соларда келісім бар. Ол кісі де халықтың арасына шығып, өзінің ойын айтуға болмайды. Өзі жүрсе болады, бірақ халыққа айтса, сол жергілікті жүрген мазхабтың аясында ғана фатуа береді дейді. Бұл бірліктің нышаны, бауырлар. Ғұламалар солай деген кезде, әлемнің ғұламаларын айтып отырмын мен, бір елдікін емес. Біз, бауырлар, мешіттегі намазға таласқанымыз қате болады. Имам Абу Ханифа сәләфтардың бірі. Мен сәләфтің жолын ұстанам дегеніміз, Ханафи мазхабын ұстанам дегеніміз. Ол Ханафи мазхабы деген ат қана. Ал негізі
мен Абу Ханифаның фатуаларымен жүрем дегеніңіз болады. Мужтахид ғалым адамның. Ол кісіні кім деп білгіңіз келсе, жанындағы өзі сияқты ұлы ғұламалардың бағасын іздеп көріңіз. Мысалы, имам Малик айтады, егер бүкіл халық бір ұстынды ағаш десе, бірақ имам Абу Ханифа жоқ, бұл алтын десе, Абу Ханифаныкі дұрыс дейді. Өйткені оның түсінігі жоғары дейді. Басқаша айтсақ, имам Шафии айтады, бүкіл адамдар Абу Ханифаға бала дейді, аял дейді. Именно ғалымдарды айтып отыр. Әннәсу аялун ли Аби Ханифа деген сөзі бар. Ғалымдар, Шафиидің заманындағы ғалымдарды айтып отырмын. Қараңызшы, біздің заман оған жеткен де жоқ. Ғалымдар Абу Ханифаға бала дейді. Білім жағынан әлбетте. Бұл кісінің білімінің теңіздігі өте орасан зор. Ондай ұлы кісінің соңынан еру әрбір адамға ғанибет болу керек. Уақыттың тарлығынан сіздерге бір мәселе айтқым келетіні, бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның салып кеткен сүннет жолы бар. Өзіңізге жасағын, өзіңізге көргіңіз келетін мінезді, құрметті, өзгеге де құрметпенен, жұмсақтықпен қарауыңызды. Бауырлар, мына Алланың үйі, бұл ешкімнің өзінің сатып алған үйі емес. Бұл ғибадатхана, бұл жердің өзінің құрметі бар. Бұған кірген адам талтаңдап күреске кіріп келе жатқанда емес, Аллахты сезініп кірсін. Аллахты сезініп кіру деген қалай екенін білесіз ба? Мен Аллахқа мысал айтпастан бұрын қарапайым ғалымдарға мысал айтайын. Имам Шаукани рахматуллах алейх айтады, ұстазымыздың алдында отырғанда шөлдедім дейді бір күні. Қатты шөлдегенімнен кеуіп кеттім, бірақ алдымда су тұр дейді. Со суды ішпейтін едік дейді. Ұстаз сөйлеп атқанда, неге? Егер мен со суды ішсем, қылқылдаған дауыс шығады да, ана кісінің сөзін бөледі дейді. Құрмет. Құрмет. Бұл қарапайым адамға деген құрмет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәрет алса суына таласатын, түкірсе түкіргін ұстап бетіне жағатын. Өтірік па? Пайғамбарымыздың ауырған адам тонын жамылып жатып Аллахтан сұрайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанына кеп дұға тілейтін. Пайғамбарымызға деген махаббаты сонша. Бір әйел кісі соғыс кезінде өзінің бүкіл жан ұясыменен пайғамбарды қорғайды. Баласы өледі со жерде, күйеуі өледі со жерде. Сонда әйел кісі пайғамбарды қорғайым деп қолына қыл шалып дұшпанға жүгіреді. Әйел, жаралыларға су тасып жүрген әйел қолына қылыш алып пайғамбарға жүгіріп, пайғамбарға қарсы шапқандарға алдына шығып, қолынан айырылады. Сол соғыс біткен соң, Расулалла, уәде беріңізші, мен жылайын ба, жоқ қуанайын ба дейді. Қуан, сенің балаларың да, күйеуің де жәннатта дейді. Дұға етіңіз, жәннатта көрші болайын сізбен дейді. Дұға етеді. Сонда ол кісі сол демеудің өзінің өмірінің соңына шейін қайғысына медет қылып алып кетті. Адамдар пайғамбарға деген махаббаты осынша еді. Ол кісі үшін қолында бере салатын, жанында тегін бере салатын. Ал енді осындай ұлы мектепті көрген сахабалар бізге ешқашан бір-бірімізді кемсітуге, бір-бірімізді төмен санауды көрсеткен емес шығар. Мешітке кіргенде, бауырлар, бұл Алланың үйі. Әдеппен кіріңіз. Әдепті сол имам үшін, сол жердегі адам үшін емес, астағфирулла, Аллах үшін жасаңыз. Алланың алдына қалай кіресіз,
Бүкіл әлемдердің патшасының үйі бұл. Қаласа беретін, қаласа берген нәрсесін алатын. Берген нәрсесі көп бізге. Алла сізге көзде құлақта берді, қолда аяқта берді. Бала-шаға мен ағайын туыс атана берді. Берді, сіз не бердіңіз? Алла сізге берді, сіз не бердіңіз Аллаға? Еш болмағанда мешітіне келіп, басыңызды сәждеге қоюды әдет етіңіз. Намазыңызды жамағатпен оқыңыз. Намазда өзіңіздің жаныңыздағы намазхандарға құрметпен, оларға деген махаббатпен қараңыз. Қайдан білесіз? Жаныңызда отырған мұсылман жәннати адам шығар. Қайдан білесіз? Пайғамбарымыз айтады ғой, бір адам жәннатқа баратындай амалдар жасағаны сонша бір қадам қалады жәннатқа. Бірақ ақыры адасып дозаққа кіреді дейді. Халайық, амалыңызға сүйенбеңіз. Мен намазханмын, анау намазхан емес деп. Қайдан білесіз? Берген Құдай алады дегендей, Алла сізге намаз оқуды да берді. Мына оқыған 2 ракағат намазыңызда несібе? Бұл да ризық. Намаз бойынша ризық болады сізге. Түнгі намазыңызда несібе? Тұтқан оразаңызда несібе? Онда Алланың берген несібесін қайтармаңыз. Намаз оқыңыз. Шамаңыз, денсаулығыңыз көтерсе, ораза тұтыңыз. Қалтаңыз көтерсе, садақа беріңіз. Иманыңыз мықты болып, сабырлығыңыз жетсе, білім ізденіп, ғұламалардың алдына барыңыз. Бірақ Алланың үйіне деген, және сол Алланың үйіне келуші әрбір адамға деген құрметті болыңыз. Өйткені осы үйге кірген әрбір адам сіздің үйіңізге емес, басқа біреудің үйіне емес, басқа біреудің құрметіне емес, Алланың махаббатына деген сезіммен кіріп келеді. Аллаға деген бір қандайда бір жүрегіне мұқтаждығымен, жүрегінде деген бір сырын айтқысы келіп кіреді. Қайдан білесіз? Сол кісінің жаныңызда отырған, жаман киінген, намазын шала оқып отқан адамның айтқан дұғасы жетіп жатқан шығар Аллахқа. Қайдан білесіз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Бани Исраил қауымында бір ғалым адам болыпты. Сол ғалымның бір фәтуасынан әлгі ғалым дозаққа кіріпті дейді. Себебі бір адам кеп сұрапты, мына көршің бар, өте залым адам, нашар адам, осы да жәннатқа кіре ма десе, жоқ депті. Бұл күнәһар адам, бұл жәннат түгіл, жәннаттың иісін иіскемейді, бұл жәннатқа кірмейді депті. Пайғамбарымыз айтады, сол айтқаны үшін Аллах ол кісіні дозаққа салды дейді. Және әлгі адамды сол айтқаны үшін жәннатқа кіргізді дейді. Өйткені Аллахтың Жаббар деген сипаты бар. Аллахтың Азиз деген сипаты бар. Аса құдіретті. Және өз ісінен сұралмайды, біз сұраламыз. Өз құдіретіменен қалағанын кешірет, қалағанын өшірет, қалағанын көтерет, қалағанын жоят. Алла Құдайдан қорыққан әрбір адамға деген сіздің құрметіңіз болу керек. Мен емес, Құранның сөзін естіңіз. Аллах табарака ва таала айтады: "Мен хафа мақама раббихи ва нахан нафса анил хава фа иннал джанната хиял мауа." Бұл Құран сөз. Thubутуху қат'i ва далалатуху қат'i. Яғни келуі де, түсіндірілетін баяны да қат'i дәрежеде болған нәрсе. Мутаватир дәрежесіндегі аят. Кім Раббысының алдына тұрудан қорықса, бірінші, қорықса Алланың алдына тұрудан. Және өзінің нәпсін
тыйса, ол кісі жәннатқа кіреді дейді. Өзінің нәпсін шамасы жеткенше тыйса, әлбетте, өйткені Құранда фаттақуллаха мастататум дейді. Немесе ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха дейді. Адамға Алла өзінің күші жететінен нәрседен басқаны артпайды. Онда қолыңыздан келгенше тақуа болыңыз. Қолыңыздан келгенше Аллахқа жалынып, жалбарынып намазхан болыңыз. Намаз оқуға ерінбеңіз, ораза тұтуға ерінбеңіз, Құран оқуға ерінбеңіз, бірақ бөлінбеңіз. Пайғамбарымыз мұнафиқтардың атасы болған кісіге де ешқашан қатты сөз айтып, мұнафиқтығын бүкіл сахабаға әйгілі болып біліп тұрса да, сол кісінің өзінің жиналысынан қалдырмай, біздің ақсақал деп сыйлап өткен кісі. Сөз соңында, бауырлар, қорытынды етіп айтатыным, бүкіл фиқх болсын, ақида болсын арасындағы таластар, ол сіз бенен біздің ауам, білімі төмен адамның бір-бірімізді жек көріп, бір-бірімізбенен сен деп баратындай дәрежеге жететіндей таластар емес. Ол таластардың барлығы білімді және исламның ережесі бойынша білім іздеп отырып, екі ғалым адамның шешетін мәселелері. Ондай болса, сіз бенен біз өзіміздің басымызды ойлайықшы. Өз басыңызға май жағыңыз деген сөз бар емес па? Сіз өзіңіздің жәннатқа кіруіңізді, өзіңіздің амалыңыздың дұрыс болуын ойлаңыз. Өзге адам қателессе, біліңізші, сіз білімді емессіз ғой. Оның қатесін дұрыстап, бүкіл хадис бойынша, бүкіл мазхабтар, ғұламалардың сөзі бойынша кеңітіп айтып беретін дәрежеде емессіз. Ондай болса, ол білген мәселеңіз өзіңіз амал етіңіз. Бірақ біреуге мынау ғана дұрыс, қалғанының бәрі дұрыс емес деп айтуға ақыңыз жоқ. Бәлки жаныңыздағы мұсылманға құрметпен, махаббатпен қарау бұл біздің діннен болады. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирук ва атубу илейк. Дуға етейік. Я Рабби, лакал хамду кама янбағи ли джалали ваджихик ва азими султаник. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. يا رب, елімізге тыныштық, бірлік бер. Мұсылмандарға бірлік, исламға қуат бер. Халқымызға амандық бер. Кімде-кім өзіңнің қызметіңде болса, өзіңді сүйсе, сол жасаған қызметін өзің қабыл еткейсін. Және оған өзің махаббатыңды төккейсін. Я Раббым, дерті бар, науқасы бар адамдарға шифа бер. Дүниеден өткен адамдардың күнәларын кешір. Қандай да бар дүниелік, ақыреттік, қайырлы тілектеріміз болса, соларды қабыл ет. Кімде-кім біздің елімізге, мұсылмандарға бір қандай да бір дұшпандықта болса, бір дұшпандық жасайым десе, я Раббым Алла, сол дұшпандығын өз басына салғайсың, және бізді одан аман алып қалғайсың. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصلى الله على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وصلى محمد